ежелгі Қазақстан қалаларын көрмедік. Осымен байланысты бізде бүгін ұлы жібек жолы тақырыбы өтіп жатыр. Ал енді сіздер ұлы жібек жолы жайлы не білесіздер? Кім айтады? Селиман? Ұлы жібек жолы ежелгі замандағы ең көрнекті жол болған. Ода азық-түлік, мата, тағы да басқа мәселелер алмасудан, сатып алудан сонда болды. Ұлы жібек жолы Қытайдан бастап Европаға дейін жеткен. Жібек жолы тек қана сауда-саттық жол болмай қоймай, ол өзі бүкіл елге өзінің бір экономикалық та, табиғи тұрғыда өзінің әрбір елге өзінің бір пайдасын алып келіп отқан. Дұрыс. Ал енді тақырыбымызға өтпес бұрын бізде ұлттық күнге байланысты екі топқа бөлінгендіктен бір-бірімізге сабақтың барысында дейміз ұлағатты сөздер айтып жіберейік. Бірінші топ екінші топқа, екінші топ бірінші топқа. Ал балалар бастаймыз. Біздің топ отырар топ болады. Келесі екінші топқа сәттілік деймін. Бір жеңіс. Сәттілік. Біз арас топ боламыз. Сендерге сәттілік, бізге жеңіс олды. Ал енді балалар, бүгін біздің сабақтың тақырыбы Қазақстан қала мәдениетін дамытудағы ұлы жібек жолының рөлі. Сабақтың мақсаты студенттерге ұлы жібек жолының Қазақстандағы қала мәдениетінің дамуына ықпал ету. Бүгін біздің сабақта бағалау 3 балдық шкаламен болады. 2 балл бізде бюро, 5 балл бізде кушин, 10 балл бізде сандар. Осы әр жауап берген сұрақтарыңызға мен сіздерге бұндай карточкалар беремін. Жақсы ма? Бердік. Қысқаша тақырыпты атап өтейік. Ұлы жібек жолының тарихи маңызы. Жаңа сіздер айтып келдіңіздер, бұл сауда жолы. Бұл сауда жолы Қытайдан біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтан басталған еді. Қытай императоры Уди ұлы жібек жолын ашқан уақытта бірінші товар ретінде не жіберіледі? Жібек мата жіберілген еді. Жібек мата сіздер дүние тарихынан өткен кезде жібек матаның маңыздылығы бұл элиталық адамдардың статустық белгісі болған еді. Осы белгі бойынша сауда жолы барлық басқа мемлекетке тарату мақсатында жібекті басқа елдер көрген еді. Жібек матадан бөлек тағы не болды? Дәмдеуіштер, асыл тастар, киім-кешектер, әшекейлер тағы да таратылған еді. Енді келесі негізі маңызы бұл саяси маңыз. Білесіздер, саяси мақсатта болған кезде әр елге барған уақытта не істейді? Көшіп жүрген халық жазып отырады, қандай мемлекет бар, қандай хан орналасқан, қанша халық бар, соның барлығы саяси тұрғыда қарастырылған еді. Енді қазіргі заман уақытында жібек жолы технологиялардың тарауына әсер етті. Біз қазіргі уақытта Қытаймен толық қатынаста, халықаралық қатынаста, экономикалық жағынан қатынастамыз. Яғни қазіргі уақытта оқып жатқан барлық технологиялар, телефон болсын, компьютер болсын, барлығы қай жақтан шығады? Қытай мемлекетінен шығады. Келесі бұл мәдениетке байланысты не болды? Ұлы жібек жолында әр мемлекет бір-бірімен мәдени тұрғыда алмасты. Егер Қытайдан бізге мысалы буддизм келеді, барлық елге таратылады. Буддизм Қазақстан жеріне, оңтүстік Қазақстанға келген кезде қандай дінмен танысады? Ислам дінімен танысады. Сол жақта, отырар жақта білесіздер, 1218 жылы кітапхана болған еді. Осы кітапханада кімнің шығармалары болған еді? Екінші ұстаз әлемдік Әл-Фараби,
Әл-Фарабидің, Аристотельдің шығармалары барлығы отырар қаласында орналасқан еді. Сол мәдени тұрғыда танысады, барлығы. Келесі. Енді Ұлы Жібек жолының тарихына келетін болсақ, Ұлы Жібек жолы Қытай, жаңа айтылғандай, Темірлан Қытай жерінен бастау алады. Бастау алған кезде неліктен ұлы деген сөз қосылды? Себебі Еуразияның тарихында маңызды орын алғандықтан ұлы деген сөз қосылады. 6000 шақырым жолды алып тұрған Ұлы Жібек жолы ұлы деген қосылады. Енді Ұлы Жібек жолының Жібек жол деген атауын 1877 жылы неміс географы Рихтеген батыс және шығыс арасын байланысқан Жібек жол көпір деп атап кеткен еді. Енді Ұлы Жібек жолының атауы бұл Жібек матаға байланысты екені айтылған еді. Ұлы Жібек жолының негізгі маңызы 4 маңызды көрсеткен болатынымыз. Түркі тілдес тайпалар саудамен айналысты. Соғдылар түріктердің тілін, әдет-ғұрпын үйреніп, мал өсірумен үйренген. Бұл бізде орта ғасырға келеді. Сіздер білесіздер, біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтан Ұлы Жібек жолы 15-ші ғасырға дейін болған еді. 15-ші ғасырда ұлы географиялық ашулар негізінде Ұлы Жібек жолы 2-ші орынға түседі. Өйткені не басталады? Әлемді географиялық ашулар негізінде кемемен, қайықтармен бүкіл әлем таный бастаған еді. Келесі 17-ші ғасырда теңіз жолын ашуына байланысты Ұлы Жібек жолы әлсірей бастайды. 18-ші ғасырдың 2-ші ғасырда Ресеймен, Қытаймен сауда байланыстар болған еді. Қазіргі уақытта білесіздер, 1998 жылы бірінші біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы Ұлы Жібек жолының даму мақсатында программалар жасаған болатын. Енді біздің тақырыпқа келетін болсақ, Жібек жолындағы негізгі қалалар бұл бізде Баласағұн, Тараз, Отырар, Испиджаб және Кедер қаласы болған еді. Осы 5 қаланың бойынан Ұлы Жібек жолы өткен еді. Енді негізгі тауарларға келетін болсақ, бұл Сарайдағы асыл тұқымды жылқылар, шығыс елдерден көздер мүсті барыс және арыстан қаршыға бүркіт, мәдени мүмкіндіктер жүзім, түрлері, шапталы, қауын, бұнағы, құрыштары тасымалданған еді. Келесі, енді сауда және мәдениет алмасу негізінде Түркістан, Тумыс қаласының орналасқан Отырар және 3-ші қала Тараз қаласы ең ежелгі қалалардың бірі. Түркістан білесіздер, яссы атауымен аталған еді. Кім болған? Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан бізде Түркістан қаласы. Келесі Отырар ең үлкен сауда орнының бірі болды. Келесі Тараз бізде ежелгі 2000 жыл тарихы бар ежелгі қаланың бірі. Ең көпестердің орталығы Тараз қаласы болған. Осы қалалық мәдениеттің даму негізінде сәулет өнері, кесенелер, мешіттер, қамалдар дамыған еді осының мақсатында. Енді Ұлы Жібек жолының әсерінен қол өнер дамыған еді Қазақстан территориясында. Керамика, зергерлік және тоқыма. Бұлардың барлығын сіздер естеріңізде бар болса қазақ мәдениетінің өткенде көрген едік. Енді жаңа айтып кеткен едік, негізгі бірінші бұл товарлардан бөлек дін және философияның таралуы болған еді. Бізде ең Қытайдан бастау алғандықтан бірінші буддизм. Буддизм әлемге танылған. Бірінші буддизм бастамасы кім? Конфуция. Келесі бізде ислам дамыға бастады. Осы Ұлы Жібек жолының негізінде. Үшінші христиандық. Осы 3 діннің Жібек жолына әсер еткен еді таралуына. Енді Ұлы Жібек жолының халықаралық қарым-қатынасқа үлкен әсер еткенін бәріміз білеміз. Өйткені Қытайдан Европаға дейін жаңа айтып кеткендей жібек маталардан бастап адам деушілерге дейін барлығы дәрі-дәрмектерге дейін Европа елдеріне барған еді. Осы негізінде білесіздер, әр мемлекет басқа мемлекеттермен танысу мақсатында сол елді көреміз деп талпынған еді. Сол кісілердің бірі Христофор Колумб болған еді, білесіздер. Христофор Колумб біздер Үндістанға барамын деп Америкаға кеткен еді, естеріңізде бар. Келесі енді Ұлы Жібек жолы қазіргі заман Қазақстанға үлкен әсер етіп жатыр. Білесіздер, бұл бізде бірінші экономикалық мақсатта. Келесі мәдени мұра және тарихи ескерткіштер бізде сақталды. Туризм дамуда және экономика осы туризм арқасында көтерілген.
Енді қазір сіздер қысқаша тақырыппен танысты. Бізде топтық жұмыс болғандықтан біз топтарға бөлініп тапсырмалар орындайық. Біздің қысқаша тақырыпты бекітейік. Қалай сіздер тыңдадыңыздар, түсіндіңіздер, байқадыңыздар, осының барлығын қазір сіздермен 3 негізгі тапсырма деп көрейік. Бірінші тапсырма қазір сіздер бірінші топ отыра, екінші топ қарасыз. Қазір сіздермен анаграмма ойнаймыз. Анаграмманы он сөз болады. Сол сөзді әріптер әртүрлі орналасқандықтан сөзді табу керек болады. Кім бірінші қол көтереді, ол келіп жазып кетеді. Ұмытпаймыз, әр адамға бізде балл беріледі. Соңында соның барлығын санап, біз орта балл шығарамыз. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Қандай сөз? Кім бірінші қол көтереді? Қандай сөз? Сыдан бастап, үлкен әріптер. Сығанақ. Дұрыс, айтқан. Сығанақ, иә? Келесі сөз. Келесі сөз. Келесі сөз. Қайдан басталады? Ağzını жиырдатауы. Қайдан басталады? Келесі әріп А. Б, А. Папирус. Кім айтты? Папирус. Қытайдан айтты, иә? Қытай дұрыс. Келесі сұрақ. Керамика ма? Дұрыс айтқан, керамика. Оның барлығы бізде Ұлы Жібек жолы тасымалдаған заттардың бірі, иә? Келесі. Екінші топта бірге. Мына жаққа біреу. Мынау енді адам аты. Дұрыс заттан бастайық. Ар жақ айтты, иә? Ой, айтқан. Біз айттық. Мәдениет. Ар жақ айтты, мәдениет. Батыс. Дұрыс. Келесі. Шығыс. Келесі. Саудагер.
Соңғы сұрақ. Туризм. Ал енді осы ойындаудан қандай сіздер сөздерді байқадыңыздар өздеріңізге. Түркістан болды. Буддизм болды. Бір сөзіне қысқаша описать етейік. Мысалы Түркістан бар болса. Түркістан өнеркәсіп жақсы дамитын жерлердің бірі. Түркістан өзінің мешіттерімен, өзінің ислам дінінің жоқ. Тарихи жерлермен өзінің дін жағымен Түркістан иманды қала ретінде бір Sakraldı kalan biri Türkistan kalası. Маринмен жаз. Her toptan bir okuşudan bарлық topқа Sizlerге қазір 10 сұрақ болады. 10 сұраққа топпен тез жауап береміз. Кім бірінші жауап береді? Ал сұраққа 20 секунд береміз. Бастаймыз. алғаш енгізген Бұл жеңізге біз сандықтан береміз 10 балая. Бізге біз 5 бал береміз, ja? Ал енді келесі тапсырмаға келек. Бізде бұл карта. Картада бізде ұлы жібек жолын өткен негізгі орны көрсетілген. Осы орында 3 қаланы маған белгілеп беріңіздер. Сығанақ, Тараз, Түркістан. Қай жерде орналасып Сығанақ? Қай жерде? Сығанақ Қай жерде? мен көрсетейін апай тарады Сығанақ деп жазасың. тараз мына жерде орналасқан Түркістан. Апай, сығанақты мен көрсетейінші, апай, сығанақты. Сығанақ үшінші қала, иә? Түсінікті. Осылай біз негізгі ұлы жібек жолы өткен 3 қаламен таныстық, иә? Мына жаққа, мына жаққа. Енді балалар, сабақ аяқталмас бұрын сіздермен бұл сабақта қандай түсінік сіздер айта аласыздар. Тақырып бойынша қандай түсінік қойыңыздар? Қалай сіздер қорытынды жасай аласыздар? ұлы жібек жолының осы Қазақстан, Европа елдеріне, Азия елдеріне келгені өте маңызды болғаны және біз Қазақстанға жаңа бір табыс ретінде алмасуды үйрендік. Өзіміздің қолдан алмайтын, мысалға біз Қазақстан, біз сатуды білмедік, біз тек қана алмаса білдік. Мысалға адам жоқ, біз бір 3 қойды алсақ бір жылқы беріп, сондай ал бізге жібек жолының келгенінің арқасында біз сатып алуды үйрендік, сатуды үйрендік. Ол Қазақстанға үлкен бір пайдасын алып келді. Алғашқы тиімдер пайда болды, иә, қарапайым.
көп нәрселер білдік. Мысалы біз ұлы жібек жолын Қытайдан бастап Еуропаға жеткенін білдік. Сосын ұлы жібек арқылы Қазақстан және басқа да жерлер дамыды. Және ұлы жібектің негізгі қалалар туралы білдік. Сосын кесенелермен негізгі біздің қалаларды байқадық, иә? және жібек жолының арқасында қалалар пайда болды. Олардың кейбірі әлі күнге дейін бар. Мысалға Тараз, Түркістан отырады. 3 қала, 7 қалалар. Сіздермен қорытындылай келе, ежелгі ұлы жібек жолы, ежелден келе жатып, Қазақстан территориясында оңтүстік Қазақстан аймағымен өткен уақытта үлкен мәдениетке үлкен әсер етті, барлығымыз байқадық. Бізде қолөнер дамыды, керамика дамыды, жаңа айттық, сонымен қатар біз Тараз қаласына алып, Таразда не болды? Қалалық мәдениет дамып бастады, өнер, қалалар, өнер дамыды, қалалар салынды. Түркістанда алғанымыз, Түркістанда діни, философиялық тұрғыда дамыды. Сонымен осы ұлы жібек жолы біздің мәдениетке үлкен әсер тигізді. Қазіргі уақытта ұлы жібек жолы негізінде оңтүстік Қазақстан мен сакралды қалалардың негізінде Қазақстанда осы қалалар сақталу мәдениеті қарастырылған. Енді сабақ бойынша тез рефлексияға келейік. Сабақ болғанды, күшті болды, ұнамады деп тез айтайық. Барлығымыз күшті болса лайк қоямыз. Лайк қоямыз. Енді сіздерге сабаққа рахмет. Қазір тез сіздер балаларыңызды санаңыздар. Қанша бал жинауда? Қайсы басына қояйын да? Онда 2. Балдарды сөз қоям? 2 бал. 5 бал. Қанша? 15. Сізге қанша болды? 22? Отырар тобы бізде 2 балға көп жинаған болатын. Осымен біздің сабағымыз қорытындылай келе, сіздер үй жұмысына келесі сабақта үй жұмысын жазып алыңыздар. Осы бір орта ғасырлық қала туралы шығармашылық эссе жазамыз және ұлы жібек жолын қазіргі қазірмен байланыстырамыз. 1998 жылғы жарлықпен байланыстыру керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған, сосын ЮНЕСКО-ны келтірсеңіздер болады. Осы 2 тапсырманы үйде орындап келіңіз.